Төлепберген Қайыпбергеновтың Қарақалпақнама кітабында жазылған даналық сөздерді оқып береміз. Қонақ күтуден қонақ болу ауыррақ. Себебі сен өзіңді күтіп атырған дәрежеге лайықпысаң, я жоқ па, бәрға есіңде тұруы тиіс. Мәрәтсіз төрге өтпе. Кішіпейіл боламан деп, өзіңе тиісілі орынды әркімге ұсына берме. Кісінің берген қаймағынан өз анаң берген ащы айран абзалырақ. Хәмеге мәлім факт. Әзір информация каналларының түрлері көп. Сол үшін айырым жаслар 20 жасына дейін-ақ оғыры көп нәрсені білген, тойынған. Шаршаған адам сыпатында сезініп, кітап оқуды өзлеріне артықша жүк деп санайды. Таулар қанша биік болса, қойны сонша суық. Онда мәңгілік қар жатады, мұз жатады. Ал жазық дала әр мәусімде өзгеріп тұрады. Бұл құбылыслар адамзат өмірінің бір көрінісі болып көз алдыңа келеді. Ойлануға мәжбүрлейді. Төлепберген Қайыпбергенов атамыздың туылған күніменен құттықтаймыз.